Ассалаумағалейкум. Әл-Фараби атамыздың 1150 жылдық мерейтойы қарсаңында еліміздегі осынау бір үлкен іс-шара барысында Әл-Фараби атамыздың толық тарихымен, ол кісінің өмірбаянымен толық болмаса да қысқаша таныс болайық. Ал енді Әл-Фараби атамыздың толық аты жөніне келетін болсақ, ол кісінің толық аты жөні Абу Насыр ибн Мұхаммед ибн Тархан ибн Узлағ Әл-Фараби ат-Түрки. Бұл кісінің толық аты жөнімен таныстық. Ендігі кезекте бұл кісінің дүниеге келуі, яғни Отырар қаласымен тікелей байланысты. Бұл кісі 870 жылы дүниеге Отырар қаласында келген болатын. Осы уақытта Отырар қаласын арабтар Барба Фараб деп аталған болатын. Осы Отырар қаласын Барба Фараб деп аталу себебінен Әл-Фараби атамыздың есімінде Фараб сөзінің болуы бекер емес. Ал бұл жердегі Тархан сөзінің мағынасы бұл кісінің түркі әулетінен шыққандығының белгісі. Ендігі Әл-Фараби атамыздың дүниеге келуімен қай қалада өмір сүргенін білдік. Ендігіде бұл кісі жастайынан түрік, грек, парсы тілдерін білген болатын. Осы тілдерді білу арқасында бұл кісі жастайынан саяхатқа шыққан болатын. Яғни жаһангерлікпен айналысқан. Бұл кісі саяхаттау барысында Дамаск, Шаш, Отырардан Дамаскке, Шаш, Самарқан, Бұхара, Каир қалаларын аралау арқылы көптеген ілім-білім алған болатын. Яғни ғылыммен, біліммен айналысқан болатын. Бұл кісі осы қалаларда көптеген білімді адамдармен танысу арқылы өзінің білімін одан әрі жетілдіре түскен болатын. Әл-Фарабидің Дамаск қаласында өзінің өмірінде өткен бір қиыншылықтарға тап болады. Осы қиыншылықтар, яғни бұл кісі бау-бақша күзетшісі болып жүріп қызмет атқарып, сол қызмет барысында тапқан ақшасын тек қана майшамға ғана жұмсаған болатын. Яғни түнімен майшам жағу арқылы бұл кісі трактаттар жазған болатын. Өзінің 200-ге жуық трактаттары бар. Ол кісінің 200-ге жуық трактаттары 70 тілде жазылған. Яғни Әл-Фараби бабамыз 70 тіл және диалектін меңгерген адам болған. Әл-Фараби бабамыздың меңгерген ғылымдары математика, метафизика, астрономия, философия, филология, тарих, география, музыка, медицина ғылымын зерттеп білген адам болған. Және де Аристотель мен Платонның трактаттарын араб тіліне аударған. Аристотельден кейінгі әлемдегі екінші ұстаз атанған. Осынау Әл-Фараби бабамыздың өмір жолы көптеген қиындықтардан құралған болған. Осы қиындықтар барысында бұл кісінің көптеген трактаттары дүниеге келген. Ал қазіргі уақыттағы бұл кісінің трактаттарының ең әйгілісі ғылымдардың шығуы. Осы Әл-Фараби бабамыздың Қазақстан мемлекетінде үлкен мерейтойы тойлануы 20 ғасырдың 60 жылдарында Ақжан Мақашев пен Қаныш Сәтбаев аталарымыздың арқасында. Ақжан Мақашев пен Қаныш Сәтбаев аталарымыздың осы Әл-Фараби туралы ЮНЕСКО көлемінде конференция ұйымдастырылып, Алматы қаласында халықаралық ЮНЕСКО шешімі бойынша конференция өткен болатын. Ол кезде Әл-Фараби бабамызға 1100 жылдық мерейтойы еді, ал қазіргі уақытта 1150 жылдық мерейтойы. Әл-Фараби бабамыздың өмірі жайлы қысқаша таныс болдық. Ал ендігі бұл кісі 950 жылы Дамаск қаласында өмірден озған болатын. Бір қызығы, Дамаск қаласында өмірден озған уақытында бұл кісі шариғат жолымен жерленбеген болатын. Ал ендігі осы 1150 жылдық мерейтойы қарсаңында Әл-Фараби жайлы көптеген мағлұматтарды осынау кітапханада алып, кітап оқу арқылы біліп танысуға болады.